балаңыздың ақылды болып өсуін қалайсыз ба? Олай болса, тыңдаңыз. Белгілі физик Альберт Эйнштейннен бір ана, кішкентай балам ақылды болып өсу үшін не істеуім керек деп сұрапты. Ұлы ғалым, ертегіні оқып беріңіз. Ал одан ақылды болсын десеңіз, көп ертегі оқыңыз деген екен. Олай болатын болса, ертегінің баланың ақылды болып өсуіне оң әсерін тигізеді екен. Психологтардың пікірінше, ертегі баланың жақсылық пен жамандықты айыруына, логикалық ойлау қабілетінің дамуына, мәселелерді шешуіне қиналмауға, тілдік қорының баюына, мәдени сауаттылыққа, баланың санасы кері нәрселерді қарсы тұрарлық күш алуға көмектеседі деп айтады. Жалпы осы ертегінің пайдасы туралы нейробиологтар не дейді? Профессор Джон Ходдон 4 жастағы 27 баланы ертегімен таныстыру үшін 3 әдісті ұсынады. Аудио кітаптан тыңдау, кітап оқу, мультфильм көру. Тәжірибе кезінде магнитті резонанстың томографиясымен бақылайды. Аудио кітапты тыңдау барысында балалар ертегі мазмұнын түсіну қиындық тудырады. Бірақ мидағы сөйлеу моторлық орталығының белсенді жұмыс істегені байқалады. Ертегіні мультфильм түрінде көргенде мидағы тыңдау және көру моторлық орталығы жақсы жұмыс істей бастайды, бірақ сөйлеу орталығы әрекетсіз қалады. Профессор Ходдонның айтуынша, мультфильм көрген кезде мидың ойлану, сараптау қабілеті шетте қалады екен. Позитивті нәтиже баланың өз бетінше ертегі кітабын оқығанда ғана байқалған. Кітап оқығанда бала мазмұнды оңай түсініп, оның миындағы барлық моторлық орталық байланысы белсенді жұмыс істейді. Суретті қарап, ертегіні оқи отырып, бала мағлұматты қиындықсыз қабылдап, сюжетті көз алдына елестете алады. Оқу мен ми нейрондарының байланысы арттыратын ең жақсы жаттығу дейді. Міне, ертегі оқу арқылы баланың ми қызметі дамыса, ертегі оқып беру арқылы сіз оның мінез құлқын түзейсіз. Ертегі көмегімен ойыншықтарын жина, тағы басқа талаптарды оңай орындатқыза аласыз. Байқасаңыз, ертегіні оқып берген кезде де баланың өзіне оқытқан да пайдалы екен. Содан болар ұлы физик Эйнштейннің балаңыз ақылды болсын десеңіз, ертегі оқып беріңіз. Ал одан да ақылды болғанын қаласаңыз, көп ертегі оқытыңыз дегені. Олай болса, бүгіннен бастап баланы ертегі оқуға қызықтырыңыз.